Дәмі сочный болып шығатын дәл осындай котлеттің рецептімен бөлісетін боламын. Егер де видеом қызық болса, соңына дейін қараңыз. Жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып және тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдымен осылай үйдегі қатқан нандарымыз болса, осылай нандарымызды бір ыдысқа салып, үстінен ыстық суымызды құйып жібітуге қойып қоятын боламыз. Нандарымыз жібіп шыққаннан кейін дәл видеода көрсетілгендей етіп суынан нандарымызды сырғытып алып, арнайы бір ыдысымызға салып аламыз. Фаршымызды салып, фаршымыздың үстінен жаңағы нандарымызды саламыз. Оның үстінен пиязымызды салатын боламыз. Үккіштен өткізілген осылай мясорубкада езіп аласыздар. Енді үстінен дәмдеуіштерімізді салып, барлығын жақсылап бір масса болғанша араластыратын боламыз. Барлығын бір масса болғанша араластырғаннан кейін осылай панировочный сухарімізді арнайы бір ыдысымызға салып алатын боламыз. Осылайша салып алып, достар, керекті ингредиенттердің бәрін, құрам массаларын осы видеомның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдырамын. Дәл осылай дайын болған котлетіміздің салмасын осылай қолдың көмегімен котлет пішінін беріп, дәл осылай панировочный сухариге аунатып алып, осылай заготовка жасасаңыздар да болады, не болмаса пісіріп жесеңіздер де болады. Мен пісіріп жейін дедім, осылай сұйық майымды аздап қана табама құйып алдым да, май қызғаннан кейін осылай котлеттерімді бірінен кейін бірін салып, осылайша екі бетін ауната отырып қызарып кішкене піскеннен кейін үстінен аздап қана суымызды құйып, бетін жауып бұқтырып қоятын боламыз. Сонымен біздің котлеттеріміз сочный болып шығады, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қасына мен гарнирге күріш пісіріп алдым. Балаларыңызға осылай котлетпен күрішті ұсынсаңыздар өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом пайдалы болса сақтап алып, парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыз.